Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет болып шығатын пельмен тоқаш жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Бізге керегі жұмыртқа. Жұмыртқамызға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз араласып болған соң, үстінен сүт құямыз және су құямыз. Барлығын араластырып болып, електен өткен ұнымызды салып, қаттылау етіп, қамыр илейміз. Менің каналымда бұдан да басқа түрлі тәттілердің, тағамдардың және салаттардың рецептері бар. Көріп, пайдаларыңызға жаратыңыздар. Және де жазылмаған болсаңыз, подписаться деген белгіні басып, жазылып қойыңыздар. Және де ұнаса комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Міне қамырымыз дайын болды. Қамырды шетке алып қоя тұрамыз. Бетін жауып, енді картошкаларымызды аршып, суға қайнатып аламыз. Қайнаған картошкаларымызды ыстықтай еземіз. Татымына қарай тұз қосып және қара бұрыш қосып араластырып аламыз. Және үстінен сүт қосамыз. Бұл сүт біздің пюреміздің жұмсақ болуына көмектеседі. Пюреміз дайындап болған соң, қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп, дайындап қоямыз. Қамырымызды жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Осылай кесіп, төрт бұрышты етіп кесіп аламыз. Қамырларымыздың арасына салмасын салып, картошка пюремізді салып, пельмен етіп түйіп аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызған соң, осылай пельмендерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз.
ал ендеше ас болсын. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться деген белгіні басып қоюды ұмытпаңыздар.